Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз банан қосылған сметаник жасайтын боламыз. Қамырына керекті заттар: ұн, қопсытқыш, сары май, бір жұмыртқа керек болады. Осы заттардан осындай қамыр дайындаймыз. Одан соң 2 бананымызды алып турап алатын боламыз. Екіншісін тураймыз. 4 жұмыртқамызға банандарымызды салып аламыз. Осылай езіп араластырамыз. Біз банан қосқандықтан осылай кішкене қою болады. Одан кейін сахна пудрамызды саламыз. Ванилинді қантын сеуеміз. Келесі кезекте қаймағымызды салып аламыз. Араластырамыз жақсылап. Міне, салмамыз дайын болайын деп қалды. Осылай. Енді пергамент қағазымызға ыдысымызды орналастырып, қамырымызды алып, кішкене шет жағына қалдырып, дәл видеодағыдай жасап алатын боламыз. Мінекей, осылай. Одан соң салмамызды құямыз. Міне, енді кішкене жайыңқыраймыз. Одан соң пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне, біздің банан қосылған сметаникіміз дайын. Жасап көріңіздер, өте тәтті, керемет болып шығады. Сіздерге жасауға сәттілік тілеймін. Ас болсын!